Оңтүстік Америкадағы Перу мемлекетінде өзге ғаламшарлықтардың мумиясы табылды. Шынымен де ғалымдар өзге ғаламдықтардың бар екенін дәлелдеген күнге де жеттік пе? Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, неге осындай жағдайлар тек Америкада ғана бола береді деген баршаңызды мазалаған сұраққа жауап аласыздар. Он 18 мың ғаламтор. 2023 жылдың қыркүйегінде журналист Хайме Мауссан жұртшылыққа өзге ғаламдықтардың қалдықтарын ұсынды. Ол Перудағы шөлден табылған мумияланған қалдықтар жер үсті өркениет өкілдеріне тиесілі деп мәлімдеді. Мауссан тіпті ақш конгресінде өз гипотезаларының презентациясын жасады. Оның айтуынша, мумиялардың ДНК-сы адамнан 30%-ға ерекшеленеді. Алайда кейінірек Перу прокуратурасының сот медициналық сараптамасы мумиялардан жануарлар мен адамдардың сүйектерін тапты. Осыған қарамастан Мауссан бұл қуыршақтар емес, өзге ғаламшарлықтар екеніне сенімді. Жақында уфолог бір күдікті жағдайды байқап, мумиялардың кеудесінде ұялы телефондарға ұқсас заттар имплантацияланғанын айтты. Оның айтуынша, бұл ғарыш саласында қолданылатын сирек улы металл осмиден жасалған металл пластиналар. Уфолог мұны байланыс құрылғысы деп ойлауда. Мен оның қалай жұмыс істейтінін білмеймін. Бірақ сарапшылар бұл құрылғылардың неліктен денеге орналастырылғанын түсіну үшін жұмыс істеуі керек, деді Мауссан. Мауссанның айтуынша, осы осми элементтері нағыз дәлел болып және мумиялар жалған деген мәлімдемеге қарама-қайшы болып есептеледі. Егер сіз осындай жалғандық жасағыңыз келсе, ішінде осындай сирек металлды қоясыз ба, деп уфолог риторикалық сұрақ қойды. Оның зерттеуі бойынша мумиялардың жасы шамамен 800 мың жыл. Және кейбіреулердің ДНК-сы жер бетінде бірде-бір тіршілік иесіне ұқсамайды. Бұған дейін Перу мәдениет министрлігінің басшысы Лесли Уртиага Мауссан көрсеткен нысандардың 2016 жылдан бері белгілі екенін және Перудың бірде-бір ғылыми ұйымы олардың жерден тыс шыққанын растамағанын айтқан. Оған қоса, оның айтуынша фигуралар Колумбияға дейінгі дәуірдің сүйектерінен жасалған. Сондықтан оларды елден шығарудың заңды болуы туралы сұрақ туындайды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл мумиялар шынымен де өзге ғаламшарлықтарға тиесілі ме? Ойларыңызды комментарийде жазып кетіңіздер. Алайда өзге ғаламшарлықтар әдетте бізге белгілі түрде аспанда және ғарышта ғана емес, су астында да бар екені туралы мәлімет шықты. Америка Құрама Штаттарында мұхит тереңінен ұшып бара жатқан белгісіз нысандардың кадрлары жарияланды. Бұл кадрларды теңіз флоты әскерлері түсіріп алған. Бейнежазбада әскерилердің айтуынша, Калифорния жағалауындағы Тынық мұхитындағы су астынан ұшып шыққан кейбір белгісіз нысандар көрсетілген. Жазба 2023 жылдың 15 ақпанында жасалған. Аты жөнін жасырып айтпаған теңізшілер 4 нысанның бір уақытта судан көтеріліп, кейін радардан жоғалып кеткенін айтты. Олар ұшып бара жатқанда мен өз постыма жүгіріп барып, радарға қарадым. Дәл сол сәтте олар жоғалып кетті. Ол жұмбақ кемелердің бір-бірімен байланыста болғанына сенім білдірді. Өйткені олар үйлесімді әрекет етті. Сонымен қатар белгісіз нысандар артынан жылу ізін қалдырмаған. Сондықтан белгісіз қозғалтқышты пайдаланғанын мәлімдеді. ақш қорғаныс министрлігінің бұрынғы сарапшысы Марик Фон оқиға кезінде сол аймақтағы ұшулар туралы деректерді талдағанын және әуеде бірде-бір американдық ұшақтың жоқтығын анықтағанын айтты. Бұл біздің нысандар емес деп ойлаймын. Бейхабар теңізшілерге мұндай техниканы көрсете алатын әлдеқайда қолайлы жерлер бар, деді бұрынғы әскери қызметкер. Ақпан айында Пентагондағы аномалиялардың барлық түрлерін зерттеу департаментінің мамандары жылдан белгісіз нысандар бейнеленген бейнесіне түсініктеме берді. Сарапшылар нысанның үлкен жылдамдығы оптикалық иллюзияға байланысты екенін айтты. Негізінен уфологиялық зерттеулер жақында ғана басталды. Бірақ қысқа мерзімде белгісіз ұшатын нысандар туралы көптеген деректер жиналды. Олардың басым бөлігі Солтүстік Америка жағалауына жақын жердегі фотокамераларға түсірілген. Бірақ неліктен мұның бәрі дәл осы жерде болған? Бұл сұраққа бірнеше нұсқада жауаптар бар. Біріншіден, Америка құрлығы батыс өркениетімен салыстырмалы түрде жақында ғана игерілді. Америка құрлығының байырғы халқы өзіндік ерекше мәдениетімен конкистадорлар шабуылдамас бұрында дамыған нәсілдің бұл жерді бақылап отырғанын растайды. Біздің құпия көршілеріміздің су асты базалары жиі жүретін теңіз жолдарынан қашықта орналасқаны түсінікті жағдай.
Тағы бір нұсқа бойынша, өзге ғаламдықтар мәселесі бойынша ең белсенді бақылауды америкалық уфологтар жүргізеді. Сол себепті оларда басқаларға қарағанда әлде қайда көп деректер жиналған. Бұл нұсқа белгісіз нысандардың неге көбінесе америкалық жағалауларда байқалғанын логикалық түрде түсіндіреді. Мүмкін басқа континенттерде олардың саны кем емес шығар. Тек белсенді бақылаулар жоқ болғандықтан нәтижеде жоқ. Немесе тым аз болуы мүмкін. Әрине бұл нұсқаулар даулы және пікірталас тудыратын мәселеге айналуы әбден мүмкін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Комментарийда пікір жазып кетіңіз. Америкалық Анна Утти есімді уфолог маман журналистерге берген сұхбатында ерекше қызықты оймен бөлісті. Анна барлық жұмбақ аспан нысандарының бөтен ғарышкерлерге емес, белгісіз себептермен адамдарды жасырын бақылап жүрген дамыған адамзат нәсіліне тиесілі деп ойлайды. Мүмкін өзге ғаламдықтар ол адамзаттың бір дамып кеткен түрі болар. Өзге планеталардан емес, жерде туған және осы уақытқа дейін су астында өмір сүрген. Басқа деректер бойынша 1947 жылы әскери базаға шұғыл түрде бірнеше өзге ғаламдықтардың денелері жеткізілді. Оған қоса арасында жалғыз тірі қалған гуманоидтан сұхбат алынды. Сұхбат өте сәтті өтті. Гуманоид ағылшын тілін түсініп барлық қойылған сұрақтарға жауап берді. Оны адамдардың су асты технологиялары және қаншалықты мұхитты терең зерттегені қызықтырған екен. Осы деректерге сүйене отырып, Анна Уттидің айтуынша, бұл өзге ғаламдықтар бізге басқа өркениеттен емес, мұхит астынан келіп тұруы мүмкін. Сондықтан олардың шығу тегін басқа планеталардан емес, өзіміздің жерде су астынан іздеген дұрыс деп санайды. Мүмкін баяғы заманда бұл дамыған адамдар түрі жер бетінде болған катаклизмдердің себебінен су астына көшуге мәжбүр болған. Ал бұл шешіммен келіспеген қалған адамдар жер бетінде қалып кеткен. Содан бері су астындағылар біздің өркениетті осы уақытқа дейін бақылап отыр. Оған қоса олар жер бетіндегі адамдарға қарағанда технология бағытында ертерек дамып кеткен. ақш қарулы күштері бұл жағдайды және бейнедегі нысандар 2004 жылғы әйгілі оқиғаға өте ұқсас екенін атап өтті. Сол оқиғада USS немец ұшақ тасығышы аспанда ұшып бара жатқанда жанында белгісіз майдан нысандар пайда болған еді. 2004 жылы оңтүстік Калифорния жағалауында немес авиатасымалдаушы мен Принстон зымыран крейсерінің жаттығулары кезінде болған оқиғалар уфологтарды да журналистерді де таң қалдырды. Теңіз авиациясының ұшқыштары аспанда оғаш нысанға тап болып, оны ұстамақ болды. Бұл нысандарға тик-так деген атау берілді, себебі нысандар аспанда майдан нүктелер секілді ұшып жүрді. Бірақ бұл оқиға тек 2017 жылы желіде сол белгісіз нысандардың бейне жазбасы жарияланғаннан кейін оның шынайылығын ақш әскери теңіз күштері растады. Ал басты куәгер FA-18 Super Hornet ұшағының пилоты Дэвид Фрейвер болды. Popular Mechanics журналы сол оқиғалардың басқа куәгерлерімен әңгімелесті. Ол куәгерлер ақш әскери теңіз күштерінің ардагерлері. Гэри Вурхис, Джейсон Тернер, Джон Хьюз, Райан Вейгельд және Кевин Дей. Сол кезде аға сержант Гэри Вурхис теңіз флотында 6 жылға жуық қызмет еткен. Ол Принстон крейсерінде Spy-1 Bravo радарында қамтитын көптеген жүйелердің пайда болғанын есіне алады. Вурхис белгісіз елес сигналды естігенде, ол бұл жағдайды кемедегі құрылғылардағы бір ақау ретінде қабылдады. Ол кемедегі жауынгерлік жүйесінің дайындығына жауапты жалғыз техник маманы болды. Сондықтан Вурхис шұғыл түрде жабдықты жөндеуге кірісті. Алайда осыдан кейін сигналдар айқынырақ бола бастады. Кейде олар 80 мың фут, шамамен 24 километрде, немесе 60 мың фут арасында шамамен 30 мың фут биіктікте болды. Олардың сигналдары ешбір белгілі ұшаққа сай келмеді. Сан-Клементо аралы аймағындағы бір түрлі сигналдарды жедел бөлімінің бастығы Кевин Дейде тіркеп алды. Радарда бұл нысандар қайтадан пайда болған кезде, Вурхис олардың салыстырмалы өсін анықтап, тіпті дүрбімен қарауға әрекеттенді. Бірақ ол тек ретсіз қозғалатын бір нәрсені ғана байқады. Мен бұл белгісіз нысандардың не істеп жатқанын түсінбедім. Кенеттен олар бір жерде тұрып қатып қалды. Содан кейін бірден бір сәтте басқа жаққа кетіп, қайтадан тоқтап қалды. Түнде олар жарқырап фосфор сияқты көрінді. Содан оларды көру оңайырақ болды. Соңында 4 күн бойы осы беймәлім заттарды бақылағаннан кейін, Кевин Дей командирін ұшақ жіберіп, сол қызық нысандарды ұстап алуға көндірді. Алайда әскери ұшақтар барынша бұл белгісіз нысандарды қуып жетуге тырысқанымен, олар онсыз да жоғары жылдамдықта ұшқандары аз болғандай, одан сайын жылдамырақ қозғала бастады.
Мұндай технология және есепке келмейтін жылдамдық жер бетінде ешкімде кездеспейді. Олардың көкте жасаған қимылдары мен әрекеттері физика заңдарына еш бағынбайды. Белгісіз нысан екі ұшқыштан оңай құтылып, жоғары деңгейдегі аэродинамиканы және қозғалыс қабілеттерін айқын көрсетті. FA-18 әскери ұшақтың келесі ұшуында заманауи нысана көрсеткішінің көмегімен лейтенант Чет Андервуд аномальды нысанды бейнеге сәтті түсіріп алды. Арадан 13 жыл өткен соң 1 минуттық бейнеролик жарияланып, бұл оқиға жұртшылыққа мәлім болды. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Echo 6-1 Tango, Roger, over. Go ahead! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as Did you box moving target? 02. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, look at it fly! Бұл нысан қатты айналып ақылға сыймайтын қозғалыстар жасады. Адам мұндайда шектен тыс ауыртпалық сезінер еді. Оны ұшақтар қуғанда ол тез бұрылыс жасады. Сосын айналуын тоқтатып, лезде ғайып болды. Тіпті бүгінде Чет Андервуд сол күні көрген жағдайды әлі де ұмытпаған. Мен сол салада жұмыс істейтін жақын досымнан бұл жаттығу ма деп сұрадым. Досым, жоқ, бұл нағыз өмір деп жауап берді. Англияда дәл осыған ұқсас жағдайда орын алған. Карен Браун есімді әйел үй жұмыстарын жасап жатқанда кенеттен терезе арқылы аспанда түсініксіз жарқыраған нысанды көріп қалды. Өз көздеріне өзі сенбей, Карен дереу смартфонын қолына алып, нысанды түсіре бастады. Мүмкін маған бұл нәрсе жай ғана көрінген болар деп, смартфондағы фотоны тексергенде аспандағы нысан дәл сол орнында болды. Содан Карен ол суретті әлеуметтік желіге жүктеп қойды. Оны мыңдаған адамдар көріп, фото ғаламторда кеңінен тарап кетті. Суретті мамандар тексеріп зерттегенде олар мәссаған, бұл белгісіз нысан дәл 2004 жылы ақшта болған Тик-так атты нысандардан аумайды ғой деп таң қалды. ақшта орын алған оқиғадан соң 20 жыл өте Британияда бұл нысан қайта пайда болды. Карен Браун бұл нысанды фотоға түсірмей жатып, бұл аумақта бір түрлі жағдайларда болған. Белгісіз түрлі мүсінді нысандар бірнеше ай бойы аспанда ұшып жүрген. Бір куәгердің айтуынша, аспанда квадрат және үшбұрышты бейнеде бір түрлі нысандар тұман секілді жасырын түрде қалықтады. Тағы да басқа нысан ақ түсті ақштағы Тик-так бейнесіне ұқсас. Және шамдай жарқырап аспанда түрлі бағытта қатты жылдамдықта ұшып, жоқ болып кенеттен қайта пайда болып тұрды. Бұл нысандардың барлығы фотоға түсірілді. Алайда мамандар олардың қайдан шыққандарын айтып түсіндіре алмады. ақшта болған Тик-так атаулы белгісіз нысандардың құпиясын да аша алмады. Уфологтар мен ғалымдар бұл болған жағдайда анықтай алмай бастары қатты. Бұл нысандар қайдан пайда болды? Неге нақты осы Британияның кішкентай ауылында пайда болды екен?
Әлде кейбір адамдар қалжыңдап жарқыраған дрондарды аспанға ұшырды екен? Ұшып жүрген от ұшқындары қандай да бір жарық шоуының жанама әсері болуы да ықтимал. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде